Иә, хейтер деген кім? Хейтер деген диванда жатып алып, сен дамып жатқанда сені сынайтын адам. Және сенсеңіздер, ең бірінші хейтер ол сіздің жақындарыңыздың, туыстарыңыздың арасынан шығады екен. Бір істі бастасаң, немесе бастайын деп жатсаң, міндетті түрде саған күліп, негатив айтып тұрады ғой. Мәселен, осы футболымды жүргізіп бастаған кезде сілтемесін бір жақыныма жібердім. Мені қолдайма десем, керісінше игнор жасады. Сөйтіп, басқа жақыныма жіберсем, соңғы шыққан блогтарыма қарамай, ең бірінші шыққан видеоларымды көріп, соған күледі ғой. Осы жағдайдан кейін мен не түйдім? Қандай жақсы іс бастасаң да ешкімге айтпау керек екен. Айтпақшы, жолдасым бүгін жарыма картошка жегім келіп тұр дегесін. Сөйтіп картошка қуыруға кірісіп кеттім. Картошкам дайын бола бергенде тоңазытқышқа салған подливім есіме түсіп кетті. Осылай әдемі болып қызарып тұрып піскен картошкамның үстіне әлгі есіме түскен подливті алып құя салдым. Ол менде лағманнан қалған подлив еді, оны мен картошкаға құя салдым. Шынын айтайын, картошка жегендей болмадық. Бұл подливаны күрішпен ұсынғанда шығыстың тамағы ганфан болар еді. Достар, арнама тіркеліп, лайк басып отырыңыздар. Өйткені мен сіздермен әртүрлі тағамдардың рецептісімен бөлісетін боламын. Және әртүрлі тағамдармен эксперименттер жасап көрсететін боламын. Сіздер бір істі бастайтын кезде жақындарыңызбен бөлісесіздер ме, соны комментарийға жаза кетіңіздер.